Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай оқушылар? Бүгін 123-ші сабақ математика пәні. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Әлемнің көрнекті балалар жазушылары. Оқулығымыздың 92-93-ші беттері. Оқушылар, бірінші тапсырмадағы суреттерге мұқият қарайық. Сәйкес келетін сандарды таңдап аламыз. Сосын суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін анықтаймыз. Мысалы, бірінші Николай Носов. Оның шығармаларын табу үшін төмендегі ұяшықтыққа қараймыз. Ұяшықта балалар мысалға 680 саны берілген. Оған ол дегеніміз 540 пен 140-тың қосындысы. Сол секілді 680 саны 620 мен 60-тың қосындысы. Николай Носов балалар орыс жазушысы 1908 жылы Киевте дүниеге келген. Екінші суретте тұрған Алан Милн ол. Енді келесі ұяшықта балалар 930 саны мәні болып тұр. Ол 30 бен 31-дің көбейтіндісіне тең. Сол секілді екінші 930 саны 93 пен 10-ның көбейтіндісіне тең. Ол британдық жазушы 1882 жылы дүниеге келген. Үшінші жазушы ол швециялық жазушы 1907 жылы қараша айында дүниеге келген екен балалар. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Бірінші күрделі теңдеу 988 бен с-ның айырмасы 128 бен 5-дің көбейтіндісіне тең. 128 бен 5-дің көбейтіндісі 640-қа тең. 980 мен 640-ның айырмасы 348-ге тең. Орнына қойып тексереміз балалар. Келесі мәтін есепке қарайық. Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынайдан, 2-ден бірі қараөріктен, қалғаны шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құты шие тосабы бар? Бізге балалар есепте барлығы белгілі. Барлығы бұл жерде 240 құты. Енді біз оны құлпынай табуымыз керек. Құлпынай белгісіз. Оның 5-тен бір бөлігі, яғни барлығының 5-тен бір бөлігі. Санның бөлігін табу үшін балалар сол санға бөліп, бірге көбейтеміз. Бұл жерде балалар құлпынай табу үшін бірінші 5-ке бөлейік, сосын бірге көбейтейік. Құлпынай бұл жерде 48. Ал 2-ден бірі қараөрік. Демек, барлық құты тосаптың тең жартысы қараөрік, бұл демек 120. Ал қалғаны шие. Қалғаны табу үшін балалар біз азайтамыз. 240-тан азайтамыз, мына қараөрік пен құлпынайды қосамыз. Бұл жерде 72 құты шие тосабы бар. Келесі есеп 4-тің әсі. Сенбі күні Винни Урпек 16 килограмм бал жинады. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының 4-тен бір бөлігі. Винни Урпек бір аптада қанша литр бал жинаған? 4-ке көбейтіп, бірге бөлеміз. Сонда барлығы 64 литр бал жинаған екен. Келесі 7-ші есепке қарайық. Балалар бізге кесінділер берген. 1 дециметр, 28 мм, 4 см, 5 мм. Бұл жерде ең ұзын кесінді 1 дециметр, ал ең қысқа кесінді 28 мм. Бұлардың арасы 7 см, 2 мм. Енді келесі балалар 8-ші есепке қарайық. Оқулықтағы белгісіз санды А әрпімен белгілеп теңдеуді жаз және есепте. Бұл жерде екеуі де қарапайым теңдеу. Бірінші асы. Белгісіз санды 4 есе кемітетін болсақ, онда 210 шығады. Демек, жазбаша түрде жазғанда балалар А мен 4-тің бөлінісі 210-ға тең деп шығарамыз. Келесі әсі. Белгісіз саннан 452-ні азайтатын болсақ, онда 58 сан шығады. Бұл жерде белгісіз сан 510-ға тең. Балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сіздер түсінген шығарсыз деген ойдамын. Каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз.